Барлықтарыңызға үлкен сәлем достар, сіздермен бірге Арайлым. Мен крошка жасау үшін бізге керекті ингредиенттер ол бізде қияр, өте жеңіл, екінші жағынан жақсы тойдырады. Барлықтарыңызға үлкен сәлем достар, сіздермен бірге Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда сіздер өте дәмді әрі пайдалы, сонымен қатар жаз айында таптырмас тағамдардың бірі окрошка жасайтын боламыз. Окрошка барлықтарыңызға таныс тағам деп ойлаймын, өйткені оны барлық адам жақсы көреді. Жаз айында прямо необходимо осындай тағам, потому что жазда мучной немесе жирный немесе қатты ыстық тағам жегілерің келмейді, например, да. Окрошка рецепт бұрын сонда менің каналымда болмаған, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Сондықтан мен видеомды үзбей, соңына дейін қараңыздар, мен сіздерге рецепті көрсететін боламын. Картошканы пісіріп қойдым, жұмыртқаны, картошканы пісіріп қоямыз. Менде қазір картошкам пісіп жатыр. Қазір піскеннен кейін міндетті түрде суытып, оны да турап қосатын боламыз. Окрошка жасау үшін бізге керекті ингредиенттер ол бізде қияр, колбаса немесе піскен ет, укроп, сметана, сонымен қоса редиска және піскен картоп пен піскен жұмыртқа. Бар болғаны осы ингредиенттерді қазір жақсылап көрсететін болам. Қалай турау керектігін дәл видеодағыдай қайталайтын болсаңыздар, өте дәмді окрошка сорпасын бүгін ішетін боласыздар. Мен қазір колбасадан турадан бастаймын. Негізі үйде колбаса немесе піскен ет болса алдын ала соны қосуларыңызға болады. Менде осындай колбаса мусульманская, вроде халал, өте жақсы деген отзывпен алдым. Қазір енді попробуем. Өткенде біз колбаса көп жемейміз, осы окрошкаға специально алдым. Қазір сіздермен бірге кесуді көрсетемін. Окрошканы өте жиі жасаймыз. Окрошканы үлкендерге де, балаларға да ұнайды. Және бұның ішіне қосылатын ингредиенттердің барлығы қарапайым, кез келген дүкеннен табылады. Сондықтан осы видеода мен қазір өзінің кішкентай кеңестерімен де бөлісіп өтемін. Видеомды соңына дейін қарап отырыңыздар. Қазір мен колбасаны турап жатырмын. Негізі колбасаның орнына жеңіл суға піскен қарапайым ет болса да болады. Бір кесек ет қоссаңыздар да, осылай көбік-көбік қылып турасаңыздар, майдалап, өте дәмді шығады. Қазір жұмыртқаны турайын деп жатырмын. Жұмыртқаны дәл колбасаны қалай турадыңыздар, дәл солай барынша майдалап турауға тырысыңыздар. Сол кезде біздің рецептте өте дәмді шығады. Рецепттің маған ұнайтын жері өте тез дайын болады. Мысалы, қолың тимеген жағдайда, мысалы, морозильниктен етті шығарып үлгермей қалған жағдайда жасағанға өте ыңғайлы. Әркім өз қалауына байланысты рецепті өзгерте алады. Яғни ішіне қосылатын ингредиенттерді. Менің талғамым бойынша осындай ингредиенттерді қосқан ұнайды. Кейбір рецепттерде негізі пиязды да қосады, бірақ мен пиязды қоспаймын. Пияздың орнына колбаса, жұмыртқа, қияр, қарапайым ингредиенттер барлық адамға ұнайтын, өйткені көп адамдар пиязды онша ұната бермейді. Сондықтан қосу ол міндетті емес. Бірақ алайда егер сіз пиязды ұнататын болсаңыз, міндетті түрде қоссаңыз болады, ол менде өте дәмді шығады. Айтсам, жаз мезгілінде бізде окрошка өте жиі дайындалынады. Бір жағынан өте жеңіл, екінші жағынан жақсы тойдырады. Окрошка дайын болғаннан кейін міндетті түрде холодильникке салыңыздар. Холодильникке салғаннан кейін бар ішсеңіздер, адамды өте жақсы сергітеді. Мен қазір қиярды турап жатырмын. Қиярды да дәл солай, яғни көбік-көбік қылып турайтын боламыз. Егер бұрын окрошка жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал егер жасап жүрген болсаңыздар, міндетті түрде қандай ингредиенттер тағы да қосасыздар, комментарийға бөлісіп өтіңіздер. Тәжірибе алмасып отырайық. Яғни мүмкін сіздердің қосқан ингредиенттеріңіз
басқа адамдарға да ұнауы мүмкін. Комментарийға міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізбен, рецепттеріңізбен бөлісе өтіңіздер. Мен барлық рецепттерді описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден қарай аласыздар. Қиярды да тураймын. Барлық ингредиенттері өте қарапайым. Ең бастысы барлығын жақсылап, майдалап турасаңыздар. Және холодильникке салып, жақсылап салқындатып алып ішсеңіздер, өте дәмді болады окрошка. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге жасаңыздар рецепті. Қиярды да тураймыз, майдалап. Кейде тамақ жасауға ұзақ уақыт бөлгім келмейді. Сондай кездері осындай қарапайым рецепттер жақсы көмектеседі. Яғни бар болғаны бірнеше ингредиенттерді майдалап турап, бүткіл отбасыға тағам беру, яғни бұл барлық адамдарға ұнайтын тағам. Картоп, менде картоп қазір 2 картопты турап жатырмын. Алдын алып пісіріп қойдым. Жұмыртқа менде аз сияқты, сондықтан мен қазір тағы да 1 жұмыртқаны пісіріп жатырмын. Оны қосамын. Енді бізде қалды тек укроп, сметана, кефир. Сонымен біздің окрошкамыз дайын. Өзім арнайы күнделікті қалай жасаймын окрошканы, дәл солай сіздерге көрсетіп жатырмын. Егер сіздер жеңіл әрі дәмді рецепттер ұнататын болсаңыздар, міндетті түрде видеомды соңына дейін қараңыздар. Так, менің картошкам кішкене. Қазір мен укроп турайын деп жатырмын. Примерно осындай. Негізі укропты көбірек қосқанды жақсы көремін. Ол окрошкаға бір ерекше иіс береді. Өте әдемі дәм береді. И заодно вообще укроп өте пайдалы барлық адамдарға, ішкі органдарына, кишечникқа. Сондықтан міндетті түрде окрошкаға укропты қосуды ұмытпаңыздар. Укроп қатты сезілмес үшін ода өте майда қылып турасаңыздар, яғни жақсы көрмейтін адамның өзі білмей қалады укроп жегенін. Суретке түсіргім келіп тұр. Инстаграмға, сторисқа. Барлығын турап болдық. Бұл жерде бізде қияр, піскен картоп, піскен жұмыртқа, колбаса, немесе колбаса, яғни менде және көп укроп. Қазір енді осылардың үстіне кефир қосам, сонымен қатар қаймақ. Кефир менде осындай. Кефир менде осындай. Қырғыздың кефирі более натурально келеді. Осыны қосамыз. Так. Наверное, барлық кефирдің барлығын қосам. Бұл жерде менде 1 литр. Қостық. Енді дәміне қарай қазір тұз қосам кішкене. Көп қоспаймын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәмін тексеретін боламыз. Және 1 ас қасық сметана қостым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай тойымды бізде окрошка шығады. Мен бірден қазір холодильникке салып қоям, салқындатып ішкенді жақсы көремін. Окрошкамыз бізде дайын болды. Енді қазір дәмін тексеретін боламыз. 1 қасығын алдым. Өте дәмді достар. Достар, осымен біздің рецептіміз аяқталды. Окрошкамен қазір холодильникке жібердім. Кішкене суық болып тұрсын. Суық кезінде одан да дәмді болып шығады. Кешкі ас менде дайын осымен. Өте оңай әрі тез жасалынады. Примерно бір 10-15 минут уақыт ғана алды. Тек заранее алдын алып, картоп пен жұмыртқаларыңызды пісіріп қойсаңыздар болды. Қалғанын барлығын тек турап 5-10 минутта уже біздің кешкі асымызды дайындадық. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер. Сіздермен болған Арайлым. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Және өзге де видеоларды қызықты болса көріңіздер.